Сәлем, сіздер Жансая Драма каналындасыздар. Мен сіздерге бүгін «Мен робот емеспін» дорамасын қысқаша түрде айтып беретін боламын. Ким Мин Кю есімді жас әрі бай жігіт әлемде сирек кездесетін аурумен ауырады. Яғни адамдарға қолы денесі тисе, денесінің барлығы қызарып, ентігіп ауа жетпей өліп кету қаупі бар аллергиялық аурумен ауырады. Осы ауруының себебімен ешкіммен араласа алмай адамдардан оқшауланып, жалғыз өзі 15 жыл уақытын өткізеді. Өзінің жеке дәрігері Ким Мин Кюдің ауруының емін таба алмайды. Қанша әдісті пайдаланса да, тек қана Швецияда пайда болған медициналық смарт сағатты әкеліп тағып береді қолына. Бұл сенің денсаулығыңды бақылап отырады дейді. Көк түсті болса, ол қалыпты денсаулығың. Ал егер де оранжевый қызыл түс болса, өміріңе қауіп төндіруі мүмкін деп ескертеді. Жалғыздықта өмір сүріп жүрген Ким Мин Кюға бір күні профессор Хон Бюкен хабарласады. Өздерінің командасы арқылы адамдардың өмірін қолайлы қылу үшін робот жасап шығарғандарын және де оны Ким Мин Кюға сізге арнап жасадық, біздің лабораториямызға келіңіз, көріңіз деп ұсыныс тастайды. Ким Мин Кю лабораторияға келген кезде алдынан робот қыз қарсы алып алады. Өзін Аджи-3 деп таныстырады. Ким Мин Кю роботтың адамнан айнымайтынына таң қалып, оның ішін робот па, робот емес пе, соны тексереді. Және де роботтың мүмкіншіліктерін көріп, Ким Мин Кю профессор Хонға Аджи-3-ді бір күнге тестілеуден өткізуге ертең үйіме алып кел деп бұйырады. Профессор Хонның командасы лабораторияларда тамақ ішіп отқан кезде байқаусызда Аджи-3-ға бір тамшы су тамызып, Аджи-3 істен шығады. Роботты жөндеуге тапсырыс берген құралдың ертеңге дейін келмейтінін білгеннен кейін профессор бұрынғы жүрген қызы Аджи-3-дің түрін жасаған Джия есімді қызға хабарласып, бір күнге 3 сағатқа жұмыс істеп беруін өтінеді, 10 миллион ақшасын. Профессор Джияны лабораторияға алып келіп Аджи-3-ға ұқсастырып киіндіреді. Құлағына тыңдау құрылғысын, шашына парегін, көзіне дисплейі, камерасы бар линза орналастырып, осы арқылы байланыста болатын ақпарат алмасып отыратынын айтады. Ертесіне Джияны Аджи-3-дің орнына Мин Кюдің үйіне алып келген кезде, Мин Кюді көрген Джия «Блин!» деп айқайлап шошып кетеді. Өйткені Джия оның алдында өзі жұмыс істеп жүрген кезде Ким Мин Кюді кезіктірген болатын. Екеуі бір-біріне жақсы әсер қалдырмаған еді сол кезде. Роботтың мына қылығына таң қалған Мин Кю профессор Хонға хабарласады. Ал профессор Хон болса Аджи-3-дің 2 режимі бар, қалыпты режим және достық режимі бар деп алдап жібереді. Мин Кю роботты тексермек болған кезде лабораторияда Wi-Fi сөніп, Аджи-3-дің доктор Хоннан байланысы үзіледі. Енді әрі қарай бұл тығырықтан өзіне шығуға тура келеді. Мин Кю Аджи-3-ға жәшікті ашу тапсырмасын береді, бірақ жәшікті ашу үшін математикалық есепті шығаруға тура келеді. Ал Джияның математикадан түк хабары жоқ еді. Осы кезде Джия жәшікті бір ұрып сындырып тапсырманы орындайды. Келесі жұмыртқаға байланысты тапсырманы да оңай шешеді. Мин Кю роботтың ақылдылығына таң қалып риза болады. Дәріге шашалып жатқан Ким Мин Кюді Аджи-3 құтқарып қалып таң қалдырады. Осыдан кейін Ким Мин Кю профессор Хонға хабарласып, өзіне Аджи-3-дің ұнағанын айтады. Бірақ та соңғы шешімді бір ай сынағаннан кейін, яғни маған бір ай бойы Аджи-3-ді үйіме әкеліп тұрасыңдар деп айтады. Бұл кезде профессор Хонның командасы өздерінің тапсырыс берген құралдың мекенжайдан адасып Африкаға кетіп қалғанын және де әзір келмейтінін білгеннен кейін олар қайтадан Джиядан көмек сұрайды. Ал Джия болса оларға көмегін беретін айтады. Робот күндіз жігіттің үйінде, ал кешке лабораторияға қуатталуға жіберілетін ескертіледі. Джия Ким Мин Кюдің үйінде робот болып жүрген кезде қатты іш ауырып туалетке барғысы келген кезде осырып қояды. Осы кезде қожайын, сіз осырып қойдыңыз, сізге дамбалыңызды ауыстыру керек деп жігітті бөлмесіне алдап жібереді де өзі әжетханаға барып ат душы шаруасын бітіріп болып жатқан кезде жігіт келіп қалады. Сен мұнда не істеп жүрсің деген кезде мен тазалап жатырмын дейді. Осы кезде жігіт қыздың бетінен бір тамшы терді көріп қалып, қызға жақындай берген кезде жердегі сабынға шалынып жігіт шалқасымен жерге жалп етеді. Оның үстіне қызда ауыр титановый киіммен жігіттің үстіне құлаған кезде қыздың робот екеніне күмәндамайды. Келесі күні Джия үйді жинап жүріп Мин Кюдің картадан жасалған сарайын бұзып алады. Ал Мин Кю болса бұны көргеннен кейін қатты ашуланады. Өйткені ол әкесі екеуі бірге жасаған сарай еді. Ол оған өте қымбат болатын. Алып келе жатқан Джия Мин Кюдің көмекшісі өзінің ағасы екенін білгеннен кейін танып қалмас үшін бетін шашымен жауып алады. Келесі күні Мин Кюдің үйіне алғашқы махаббаты келіп Мин Кюдің қолынан ұстаған кезде Мин Кюдің қатты аллергиясы басталып асқынып кетеді. Мин Кю әрең дегенде үйінде еңбектеп шақ жетеді.
Аллергиядан бет-аузы қызарып, есінен тамып жатқан жерінен Джия тауып алып, Минкюдің айтқаны есінде қалып, аллергияға қарсы уколын салып, Минкюді аман алып қалады. Ким Минкю негізі бала кезінде барлық балалар сияқты ешқандай ауру болмаған, ата-анасымен бақытты өмір сүрген. Бір күні ата-анасымен келе жатқан кезде жол апатына түсіп, есін жиса ата-анасының қайтыс болғанын, өзін жалғыз қалғанын біледі. Содан ата-анасының жаназасында белгісіз біреудің қалтасына хат тастап кеткен көреді. Ол хатты ашып қараса, ешкімге сенбе, еш нәрсеге қол қойма деп жазылған екен. Содан бастап жан-жағындағы адамдардың барлығынан күмәндана бастайды. Қасында отырған досы Минкюдің қолын ұстаған кезде көзіне құбыжықтың қолы болып көрінген Минкю шошып кетіп, осы кезден бастап Минкюдің адамдарға аллергиясы пайда болады. Есін жиғаннан кейін Минкю Аджитридің өзін құтқарғанын біліп, қазына менің, сүйкімдім менің деп басынан сипап еркелетеді. Келесі күні Минкю алғашқы махаббатымен кездесуге барады. Кездесуде ол екеуінің үйлене алмайтынын, бірге бола алмайтынын, бірақ өміріндегі қымбатты жан екенін айтып қоштасады. Қоштасарда қыз қолын беріп, қолынан ұстап кетіп қалады. Осы кезде Минкюдің аллергиясы тағы да басталып, ауру асқына бастаған кезде қасына Аджитри келген кезде жағдайы жақсара бастайды. Бірақ бұл кезде Минкю байқамайды. Сөйтіп екеуі қайтып келе жатып, жолда бақташыға кездесіп қалады. Бақташымен соғысып, Минкю шошып кетіп, денесін қарап жатқан кезде өзінің жағдайының жақсы екенін біледі. Минкю таң қалып, осыны тексеріп көрмекке адам көп жерге барады. Өзіне өзге бір адам тиіп кеткенде де ешқандай аллергиясы шықпаған байқап таң қалады. Минкю қасында Джия болса, аллергиясы шықпайтын біліп, қатты қуанып, дәрігеріне звондап, өзінің жазылғанын айтады. Сол кезде басқа бір адамның қолы тиіп кетіп, Минкю қатты ауырып қалады. Қайтадан аллергиясы шығып, қиналып жатқан кезде көз алдына Джияны көрген кезде аллергиясы қайтадан басыла бастайды. Сол кезде ол толығымен түсінеді. Егер де Джия көз алдында болса, ол ешқандай да ауруға берілмейтінін. Осыны білгеннен кейін Минкю қатты қуанып Джияны құшақтап алады. Мәңгі қасында бол, әрқашанда менімен бірге бол. Сен менің ең қымбат бағалы қазынамсың деп Джияның маңдайынан сүйіп алады. Осы кезде профессор Хон келіп ашуланып, Минкюдің қарсыласқанына қарамай, қызды алып кетіп, үйіне апарып тастайды. Осымен сенің жұмысың бітті, енді сен робот болмай қойсаң болады деп. Ал Минкю болса үйіне келгеннен кейін бала махаббаты Рейлге хабарласып, онымен кездескісі келетінін және де оған үйлене алатынын айтады. Ашулы профессор Ким Минкюға келіп, өзімен келісім шартты бұзатын, командасын алып үйінен кететінін хабарлайды. Минкю профессор Хонның командасына көп ақша беріп, олардан кетпеуін өтінеді. Бірақ та олар келіспейді. Профессор Хонның келіспейтінін, көнбейтінін айтады. Содан кейін амал құрған Минкю профессор Хонға барып, өзінің денсаулығының қандай екенін айтады, яғни аллергиясы бар екенін. Сол осы аллергиядан сіздің роботыңыз арқылы жазылдым, маған көмектесіңіз, кетпеңізші деп сұрайды. Профессор Хон Минкюдің денсаулығы үшін қалады, келіседі кетпеуге. Сөйтіп Минкю Рейлмен кездесуге барған кезде Джия мен профессор Хон Минкюдің көре алатын қашықтығында бірге еріп жүреді. Кездесуде профессор Хон мен Рейлдің шаруасы шығып қалып, екеуі ерте кетіп қалады. Минкю мен Джия екеуі бірге қалғаннан кейін Джия өзінің сезімін ұстай алмай Минкюді сүйіп алады. Минкю үйіне келгеннен кейін бір қуанып, бір мұңайып, менің алғашқы сүйісімді сен ұрлап алдың деп ашуланды. Ертесіне Минкю роботқа сезімі ояна бастағанына ренжіп, ашуланып, Аджитриге ұрсып береді. Енді менің командамсыз достық режимге ауысушы болма. Егер де солай қайтадан істейтін болсаң, мен сенің настройкаңның барлығын кетіріп тастаймын. Көзіме көрінбе, сенің түріңді көргім келмейді. Кет деп роботты қуып жібереді. Профессор Хон Аджитриді жөндепті, бірақ та жағдайы әлі қалыпты емес екен. 4 күннен кейін Аджитри сенің орныңды басады. Сен соған 4 күнге шыдасаң болды деп Джияға ескертеді. Келесі күні Минкю Джияны ертіп кафеге Рейл мен оның әкесімен той жайлы сөйлесуге ертіп келеді, бірақ та Джияны бөлек столға отырғызады. Минкю қасында Джия болмаса да адамдарға қолы тиіп кетсе, аллергиясының байқалмайтынын біліп қатты қуанады. Осы қуанышымен өзінің дәрігерімен бөлісуге барады. Бұны білген дәрігері де өте қатты қуанады. 15 жылдан бері мен емдей алмаған, бұл қандай ғажайып деп. Енді сен үйлене аласың, енді сенің өмірің жақсарады деп дәрігері қуанады. Ал Аджитри роботшы менің қасында бола берсе болмай ма деп сұраған кезде, жоқ, қандай әйел өзінің күйеуінің қасында робот әйелдің болғанын қалайды? Сен Аджитриді босатуың керек деп дәрігері тыйым салады. Минкю профессор Хонға өзінің Аджитриға ғашық болып қалғанын, оны жақсы көретінін айтады. Әрине мойындағым келмейді, бірақ бұл шындық. Мен Аджитриді жақсы көріп қалдым деп айтады.
Ал Джия болса профессор Хон мен оның командасына ашуланып ренжиді. Сендер қалай ғана мені жібердіңдер роботтың орнына? Оның денсаулығын ойламадыңдар ма? Егер де мен оның өліміне кінәлі болсам, не істер едім? Мен оның алдында қазір ақтала да алмаймын. Тіпті ештеңе де түсіндіре алмаймын. Сендер соны түсінесіңдер ме? Бір адамның өміріне қауіп төндірдіңдер деп ренжиді. Джия мен профессор Хон екеуі ойласа келе Мингюға бар шындықты айтамыз деп шешеді. Бірақ та ертесіне доктор О шетелдегі дәл осындай диагнозбен ауыратын пациенттің өзінің әйелі алдап, сол себепті өліп қалғанын білгеннен кейін бұларға қарсы болады. Жоқ, ешқандай да бұл жаңалықты айтпаңдар. Оның өмірінен жоқ бол, көзіне көрінбе, деп бұйырады. Мингю профессор Хонның ұсынысымен AG3-дің барлық настройкасын кетіріп, памятын тазартам деп шешеді. Сен менің ауруымның емі болдың, менің қазынам болдың, сен менің досым болдың. Осы үшін барлығы рахмет деп Мингю Джияның мойнына анасының алқасын табыстайды. Екеуі қоштасарда бір-бірін қимай қатты жылайды. Қоштасар алдында мен сені жақсы көремін деп соңғы сөзін айтады. Мингю мен Джияға бір-бірімен қоштасу, енді екеуі бір-бірін көрмейтінін білу оңайға соқпайды. Арада біраз уақыт өте келе Риэл Мингюға екеуінің бірге бола алмайтынын, оған тұрмысқа шыға алмайтынын, тек дос болып қалатынын айтады. Бірде Мингю жұмыс бабымен пойызда кетіп бара жатқан кезде Джияны көріп қалады. Мына қыздың AG3-ға қатты ұқсайтынына таң қалады. Джия болса өзінің оны танитынын байқатпай отыра береді. Мингю профессор Хонға хабарласып, AG3-дің бетін қалай жасағанын сұрайды. Профессор болса, бір қыздың бетіне қарап жасадым дейді, бірақ қазір ол қызбен хабарда жоқпын деп жауап береді. Сонымен Ким Мингю Джияның артынан еріп, Джияның әжесінің ауылына келеді. Ол Джиядан барып, сен мені танисың ма деп сұрады. Ал Джия болса, жоқ, мен сізді танымаймын деп жауап береді. Ендеше, сенімен сөйлескім келеді, саған айтар әңгімем бар деп Ким Мингю айтып еді, бірақ та Джия оған келіспеді. Жоқ, менімен сізден айтатын әңгімем жоқ, менің жұмысым бар, шаруам көп деп қарсы болды. Мингю сонда да кетпей қояды. Джия мойындағы алқасын шешіп, Мингю көріп қалмасын деп тығып қояды. Мингю Джияға өзінің жақын жанға ұқсайтынын айта бастаған кезде Джия оған: «Я, мен білемін, осыдан 4 жыл бұрын мен профессор Хонға робот жасауға модель болғанмын. Бірақ та мен адаммын, ол робот. Менің сізге ешқандай қатысым жоқ, өтінемін кетіңіз» деп жауап береді. Мингю кетіп қалып, жарты жолдан бір нәрсе сезгенде қайтып келеді. Қайтып келген кезде Джияның мойнындағы өзінің алқасын көріп, мен бұны AG3-ға беріп едім, бұл сенің мойында қайдан жүр деп түсінбей қалады. Осы кезде ол барлығын ойланып түсінеді. Өзінің қасында осы Джия болғанын, сен мені алдадың деп. Сол кезде Мингюдің аллергиясы қатты қозып, ауырып қалады. Жаман аурудан ол ауруханадан бір шығады. Жағдайы жақсарып қалыпқа келгеннен кейін Мингю профессор Хон мен оның командасын және де Со Джияны мені алдаған үшін сотқа бер деп көмекшісіне бұйырады. Ал Со Джия болса, Ким Мингюдің ауырып қалғаны өзін кінәлі сезініп, күнде Ким Мингюға өз қолымен ас дайындап әкеліп беріп жүрді. Бірақ та Мингю оны ешбір асын қабылдамады, барлығын қоқысқа лақтырып, Джияны көзіме көрінбе құры деп өзінен алшақтата берді. Джияның күнде келгенде үйреніп қалған Ким Мингю артынан Джияны өзі күтетін болды. Жұлдызды жаңбыр күні екеуі бір-бірімен кезігіп жолығып қалады. Сол кезде екеуі бір-бірімен сөйлесіп, барлық түсініспеушіліктерін шешетін болады. Ким Мингю адам мен роботты айыра алмағанына ренжиді. Джия Ким Мингюға: сенің қасыңда мен бақыттымын, сен мені ең қымбатты қазынам деп еркелеткен маған ұнайтын деп өзінің сезімін білдіреді. Мингю Джияға: енді екеуміз бірге бола алмаймыз, мен сені ешқашан құшақтай алмаймын деп мұңайып кетіп баратқан жерінен Джия артына айқайлап: тоқта, маған өзім армандаған махаббатты сыйлаған сен, күнде сағынатын адамым да сен, мен саған емес, сен маған керексің, мен сені қатты жақсы көремін деп артынан жылап сезімін білдірген кезде, осы сөздерге Мингю шыдай алмай Джияға жүгіріп барып құшақтап сүйіп алады. Мингю мен Джия екеуі бір-біріне ашық сезімдерін білдіріп, махаббаттың буына мас болып жүрді. Жұмыстан шығам деген Джияның ағасына Мингю үйіне келіп: сіздей білікті маманды мен жібере алмаймын, сіз маған керексіз, жұмыстан шықпаңыз деп өтінеді. Ким Мингю профессор Хонның және оның командасын кешіріп, оларға үлкен көлемде инвестиция жасап, дамуына өз үлесін қосты. Джияның ағасы финанс бөлімінің басшысы болып жұмыс атқарып жүрді. Ал Со Джия болса өзінің сүйікті ісімен айналысып, жұмысы алға басты. Отан алдындағы борышын өтеп келген Ким Мингюді Со Джия алдынан сағынып күтіп алды. Осымен дорамамыз аяқталды. Сіздерге ұнаған болса, мені қолдап лайк басып, тіркеліп, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.